2024 жылғы 20 маусымда облыс әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков және Казминералс компаниясы өкілдерінің төрағалығымен Заря шағын ауданында салынып жатқан 1200 орындық мектеп құрылысы бойынша көшпелі кеңес өтті. Кеңес барысында білім ошағының құрылыс барысы таныстырылып, өзекті мәселелер талқыланды. Бүгінде мектеп құрылысының 80% аяқталды. 2024 жылдың 1 тамызына дейін нысанды Абай облысының білім басқармасының қарамағына тапсыру жоспарлануда. Бүгінде облысымызда ауылдық елді мекенді дамыту стратегиясы шеңберінде жол картасы жүзеге асырылуда. Жобаны іске асыруға Ақмола облысы Целиноград ауданына қарасты Рудина ауылының табысты нәтижесі негіз болып отыр. Абай ауданының Саржалы ауылдық округінде қымыз өндірісі жақсы дамып келеді. Жарылғасын шаруа қожалығы 2021 жылдан бері күніне 100 литрге дейін қымыз өндіреді. Қазіргі уақытта күн сайын ауыл тұрғындары үшін қымыз қабылдап, оны өндіру және арнайы бөтелкелерге құю бойынша жоба әзірленуде. Өндірісті тәулігіне 5 тоннаға дейін ұлғайту мен бірге өнімді республикалық нарыққа шығару және қосымша жабдықтар сатып алу жоспарлануда. Бұл өндіріс өз кезегінде жаңа жұмыс орындарының ашылуына сеп болмақ. Облыс бойынша шомылуға тыйым салынған су объектілерінде 70 орын және шағын көлемді кемелерде жүзуге тыйым салынған 2 орын анықталған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Азамат Орынбаев баяндады. Сондай-ақ спикер облыс аумағында жаппай демалуға арналған 8 орын, оның ішінде 4 коммуналдық жағажайы Семей қаласында, 2 Бесқарағай ауданында 1, Мақаншы ауданында 1 орын белгіленгенін атап өтті. Шомылу маусымы басталғаннан бері су айдындарында 500-ден астам рейд жүргізіліп, оның аясында 193 мың теңге сомасында 412 бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке 15 адам тартылған. Биыл су айдындарында азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қайықтарда 8 құтқару патрулінің кезекшілігі ұйымдастырылды. 2 адамнан 28 жаяу патрулі қойылды. Шомылу маусымы басталғаннан бері атқарылып жатқан жұмыстарға қарамастан, ағымдағы жылы Аягөз өзенінде 9 сынып оқушысы суға батып кетті және де 4 адам құтқарылды деп атап өтті спикер. Семейде полиция күніне арналған салтанатты іс-шара өтті. Шараға облысымыздың тәртіп сақшылары, полиция ардагерлері, қызмет бабында қайтыс болған полициялардың отбасылары қатысты. Мереке түрлі іс-шараларды, марапаттар мен салтанатты жиындарды қамтыды. Шараға қатысқан облыс әкімі Нұрлан Ұранхаев бүгінгі күннің бейбіт елдің тыныштығын күзетіп, қоғамдағы татулықты сақтауға елеулі үлес қосып жүрген тәртіп сақшыларына ризашылық пен алғыс білдіру күні екенін атап өтті. Сонымен қатар аймақ басшысы қиында жауапты қызметті абыроймен атқарып жүрген 5 полиция қызметкеріне құрмет көрсетті. Шәкәрім университетінің Шаңдық конференция залында квазимемлекеттік секторлардың комплайенс қызметкерлері үшін бірқатар оқыту семинары өткізілді. Шараға Семей қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің өкілдері қатысты. Біздің барлығымызға өте маңызды болып саналады, жаңағы квази сектор ұйымдарында өте маңызды болып саналады. Біз мысалы өзіміз Семей қаласы әкімдігінің жаңағы ТБ-4 деген бізде бағдарлама бар. Осы бағдарламаның антикормен бірлесіп біз как акимат ретінде біздің квази секторлармен жұмыс жасаймыз. Біз осы бағытта жұмыс бізге өте маңызды, семинардың пайдасы өте зор, себебі комплайнс қызметін қазір көп адамдарға шыны керек түсіну қиын, түсіндіру де қиын ол кейде. Семинардың пайдасы өте зор. Біз қазір осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Оқыту барысында квазимемлекеттік секторлар субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайенс офицерлері қызметкерлерінің негізгі мәселелері айтылып, жұмыс әдістемелері мен қағидаттары түсіндірілді. Аманат партиясы Абай облыстық филиалы партиялық бақылау комиссия отырысын өткізді. Жиынға қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов пен фракция мүшелері қатысты. Жиында партияның 2023-2027 жылдарға дейінгі өңірлік сайлау алды бағдарламасының жүзеге асыруға бағытталған жол картасының әлеуметтік салалары талқыланды. Жиын барысында қала әкімі жобаларды тиімді жүзеге асыруға дайын екендігін айтып, өңірді дамытуда барлық депутаттардың күш-жігерін біріктірудің маңыздылығына тоқталды. Семей қаласының әкімі өткен жылы жаңа стандартқа сай келетін 1377 дана қоқыс жәшігін сатып алған еді. Ағымдағы жылы 1000 дана жаңа қоқыс жәшігі сатып алынды. Қазіргі таңда олардың 100 данасы қалаға жеткізіліп, оларды орналастыру жұмыстары жүргізіліп, қалған 900 дана қоқыс жәшігі алдағы уақытта Семей қаласына жеткізілетін болады. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.